Қолдарды шабу және өлім жазасы бұл жаза сыбайлас жемқорлық үшін қай елде қолданады? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Францияда пара алған үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған, ал билікті асыра пайдаланғаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Айыппұл $1 миллион асуы мүмкін. Ұлыбританияда пара алушы 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар ол 7 жыл мерзімге кез келген мемлекеттік қызметке сайлану құқығынан айырылады. Германияда шенеунік 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, ал судья 10 жылға сотталуы мүмкін. Сондай-ақ шенеуніктер пара алғаны үшін жұмыстан босатылып, айыппұлдар қарастырылған. Италияда жемқор судья 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Италияда жемқор судьяларға бұдан да қатаң жаза қарастырылған, 6 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Басқа шенеуніктер 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа жол берген шенеуніктерге мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салынады. Ал ақш-та жемқор шенеуніктерге 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе параның 3 еселенген мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. ақш-та жемқор шенеуніктерге 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе параның 3 еселенген мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. Португалияда жемқор шенеуніктерге 8 жылға дейін, Польшада 10 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кейбір дамыған елдерде жеңілірек жаза бар. Әлемдегі жемқорлық аз елдердің бірі саналатын Финляндияда жемқорлық үшін ең жоғары жаза 4 жылға бас бостандығынан айырылып, айыппұл салынады. Қытайда пара сомасы $411,4 мың асатын болса, 10 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру, өмір бойына бас бостандығынан айыру, немесе өлім жазасына кесілетін сыбайлас жемқорлық үшін қатаң заңдар қарастырылған. 2000 жылдан бері Қытайда 10 мың шенеунік көпшілік алдында өлім жазасына кесілген. 120 мың шенеунік 10 және 20 жыл аралығында бас бостандығынан айыру жазасын алды. Өлім жазасы пара алу, мемлекет қаражаты мен мүлкін жымқыру, мемлекетке опасыздық сияқты 46 қылмысқа қолданылады. Егер заңсыз табыс сомасы 100 мың юаньнан шамамен $14,760 асатын болса, қылмыскер мүлкі тәркіленіп, өмір бойына бас бостандығынан айырылып, немесе 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер сома 3 миллион юаньнан шамамен $442,800 асса, оны тәркілеумен бірге ату жазасына кеседі. Ал ату жазасына кесілген адамның отбасына 8 юань, яғни 2 оқ үшін есепшот жіберіледі. Бұл жаза Қытайдағы жемқорлықты азайтты ма? Жоқ, ол жақта жемқорлық әлі де тоқтамаған. Егер ол жемқор елдің көшбасшысы Си Цзиньпиннің достарының арасында болса, ол туралы Қытайда тікелей айта алмайды. Ал жемқор достарының арасында болмаса, оларды атып тастауы мүмкін. Ал кім жемқорлық жайлы көп айтса да, оны да атып тастауға болады. Қытай сыбайлас жемқорлықпен сәтті күресіп жатқан санаулы елдердің біріне айналды. Transparency International ұйымы жариялаған сыбайлас жемқорлық индексі бойынша Қытай сыбайлас жемқорлық бойынша бағаланған 179 елдің ішінде 78-ші орында тұр. Таиландта сондай-ақ 5 немесе 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, ал аса ірі көлемдегі пара үшін өлім жазасы да қарастырылған. Иранда жемқорлық үшін өлім жазасы немесе қолды кесу жазасы қарастырылған. 2016 жылы мұнай магнаты американдық және еуропалық санкцияларды айналып өтіп, мұнай сатқан үшін өлім жазасына кесілді. Бүгінде Украинада қылмыстық кодекске сәйкес сыбайлас жемқорлық үшін 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру, айыппұл салу, мүлкін тәркілеу және белгілі бір мемлекеттік лауазымдарды атқаруға тыйым салу қарастырылуы мүмкін. Украина Transparency International ұйымының 2022 жыл сыбайлас жемқорлықты жеңілдету индексінде 180 елдің ішінде 117-ші орынды иеленді. 2020 жылдың күзінде президент Зеленский украиндықтардан ірі көлемдегі сыбайлас жемқорлық үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын енгізу керек пе деп сұрады. Мұндай қатаң жаза бар елдер аз. Әдетте авторитарлық және өлім жазасы бар елдерде. Янукович пен оның серіктестері Украинадан $40 миллиард астам қаржыны ұрлаған. Бұрынғы президент Виктор Янукович 2014 жылы Ресейге қашып кеткен. Оның артында жеке хайуанаттар бағы, Межгорье иелігін, сәнді көліктер топтамасы мен атақты алтыннан қалды.
Сондай-ақ мүлікте Янукович пен оның отбасының бүкіл әлем бойынша мемлекеттік активтерді офшорлық соттарға және бақыланатын компанияларға қалай аударғаны туралы қаржылық құжаттар болған. Қашқаннан кейін 3 жыл өткен соң, Украина соты Януковичті мемлекетке опасыздық жасады деп айыпты деп танып, сырттай 13 жылға бас бостандығынан айырды. Ол және оның серіктестері $40 миллиард жетіспейтін мемлекеттік активтеріне қарыздар. Күнге дейін Украина үкіметі бар болғаны $1,5 миллиард өндіріп алды. Сингапур тәжірибесі жемқор шенеуніктермен өлім жазасыз сәтті күресуге болатынын үйретеді. Сингапурда пара алған үшін 5 жылға, ал кейбір жағдайларда 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл ел әлемдегі сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен елдердің бірі болып табылады. Парақорлықпен күресу үшін бірқатар шаралар қолданылды. Шенеуніктер мен судьялар жоғары жалақы алады және жыл сайын өздерінің кірістерін, сондай-ақ туыстарының кірістерін жариялау керек. Декларацияда жалған ақпарат анықталса, бұл сыбайлас жемқорлықтың дәлелі ретінде қарастырылуы мүмкін. Кінәсі дәлелденсе, жемқор шенеунік $100 000 дейін айыппұл төлеп, түрмеге жабылуы мүмкін. Сондай-ақ жемқорлық үшін сотталған шенеунік жұмыссыз, жәрдемақысыз және зейнетақысыз қалады. Сингапурдағы сыбайлас жемқорлық істерін тергеумен кең өкілеттіктері бар арнайы бюро айналысады. Оның қызметкерлері азаматтардың сыбайлас жемқорлық істері туралы арыздары мен шағымдарын қарауға, күдіктілерді ұстауға және іздеуге, күдікті мен оның туыстарына қатысты тергеу жүргізуге, күдіктінің және оның туыстарының кез келген есепшоттарын тексеруге құқылы. Соңғы 10 жыл ішінде Гürtel ісі Испаниядағы демократия тарихындағы ең үлкен сыбайлас жемқорлық жанжалына айналды. Орталықта бұрмаланған мемлекеттік келісім шарттардың орнына сол кездегі билеуші партияға заңсыз қайырымдылық пен пара жіберетін күрделі схема бар. Гürtel жанжалдың ортасында тұрған кәсіпкер Франциско Корея есімінің неміс тіліндегі аудармасы. Ол 51 жылға бас бостандығынан айырылды, ал бұрынғы премьер-министр Мариано Рахойдың жақын серігі және бұрынғы қазынашысы $50 миллион айыппұл төледі. Мальдив аралдарында туризм экономиканың негізгі көзі болып табылады. Елдегі ең үлкен жемқорлық дауы да соған байланысты. 2016 жылы Эль Джазайра $1,5 миллиард қарапайым схема бойынша жалған инвестициялар арқылы ұрланғанын анықтады. Ақша аралдарға қолма-қол жеткізілді. Ол жеке компанияларға беріліп отырды. Олар туристік инвестициялардан таза табыс ретінде түсіп отырды деп хабарланды. 2018 жылы тағы бір жанжал 50-ден астам аралдар мен лагуналардың туристік әзірлеушілерге сауда-саттықсыз жалға берілуі болды. Кем дегенде $79 миллион жалдау ақысы жеке шоттарға түсіп, саясаткерлерге пара беруге жұмсалды. Кейде лас ақша лас жерлерге апарады. Ливанда 2015 жылдан бері қоқыс дағдарысы жалғасып келеді. Көшелер мен жағажайлар қоқыс қаптарына жабылып, қатты иіс пен суды ластады. Қоғамдық денсаулыққа қауіп қалдықтарды кәдеге жарататын негізгі компания Суклин қоқыс жинауды тоқтатқан кезде пайда болды. 1990 жылдардан бері монополияға ие болған компания жоспарланған уақыттан 12 жылға артық пайдаланылған толып жатқан полигонды жабуға мәжбүр болды. Қалдықтарды басқа жерге тастау үшін инфрақұрылымның жоқтығынан компания қоқыс қаптарының жиналуына жол берді. Үкімет компанияны өзгерте алмады. Билеуші элитамен байланысы бар 6 жеке фирмасы қоқыс шығару келісім шартын жеңе алмады. Өйткені олар онда көрсеткен баға елдің екі премьер-министрімен тығыз байланысы бар Суклиндікінен де әлде қайда жоғары болды. Осы атап өткен елдердегі жемқорлық және олардың жазалары жайлы не ойлайсыз? Осы видеоны аса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы